Сәлем. Сен Аппақ Байжан жөнінде не білесің? Аппақ Байжан қазақ даласына алғаш көмір тапқан тұлға. Сәлем. Сәлем. Сен Аппақ Байжанның көмірді ең алғаш рет неше жасында және қайда тапқан білесің ба? Иә, Аппақ Байжан алғаш рет 5 жасында Қарағанды маңында көмір тапқан. Рахмет. Сәлем. Сен Аппақ Байжановқа арналған қандай ескерткіштерді білесің? Мен Аппақ Байжановқа арналған Қарағандыда бір ескерткішті білемін. Ол ескерткіш Аппақ Байжановтың ең алғаш көмір тапқанына еске қалу мақсатында сақталған. Рахмет. Сәлем. Неліктен Аппақ Байжановтың есімі тарихтан мәңгіге қалды? Себебі ол Қарағандыдағы алғашқы көмір кенін ашқан. Рахмет. Сәлем. Сенің ойынша Аппақ Байжановтың еңбегі неде? Ол Қарағандыда көмір кен орнын алғаш ашып, ел игілігіне ұсынған.